Пайғамбардың хадисінде келеді, жолдан бір зиян тиіп тұрған нәрсені алып салсаң, садақа бергенде сауапқа жетесің дейді. Садақа бергенде сауапқа жетесің дейді. Мысалы, жолда чыбық жатауы, же бір бұтақ жатауы, ал адамға деле, машиналарға деле, айбанға деле зиян тиіші мүмкін да. Егер бір бұтақ жатқан болса, айбандар уйлар деле өтіп барса, çalışса, мысалы, көзіне кіріп кетіші мүмкін, же болса сол тұяғынан ортасынан сайылып қалышы мүмкін, башқа болушы мүмкін. Ошондуктан жолда зиянды нәрсені алып ташташ, бұл өзі садақа деген хадис бар. Bir орыс қыздың динге өткенін көрдім да. Ошол айтады, мен дейді, таң қалат елем дейді да. Ошол көчөдөн сакалчандар, узунураак кийим кийгендер, сүннет кийим деп кетет го, ошону айтып атат. Ошолор өтүп эле көчөнү бүт тазалап өтүп кетет эле дейт. Ол бүт тааныбайбыз аларды, сетибиз эмес дейт. Көтө баягы даватчылар дават барат экен да баягы жердечи. Анан баягы гашка чыкканда көчөлөр бүт тазалап өтөт экен баягы жерде. Бутактар бар, эмне бар, ошолор тазалап өтүп кетет экен. Жана орус кыз ошонун таасирленип менден исламга өттүм дейт. Карасаңыздар, себеби бул хадиске амал кылып атат да.